Мұхамеджан мырза, осы орайда дәл қазіргі таңда кейінгі замандарда, кейінгі уақыттарда осы жастарымыздың дені дінге бет бұрып жатқанын көріп жатырмыз. Енді кейбір кезде көңілімізге күмән де үйіріліп қалады. Осы орайда осы жастарға жаман мен жақсыны, дұрыс пен бұрысты ажыратып көрсету үшін қандай тәсілдерді қолдану керек деп жөн санайсыз? Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы бізге бұл бағытта керемет жолдарды көрсетіп кетті 30 жыл бойы. Біз бір-бірімізді, кішімізді тәрбиелеген, үлкенімізге үлгі көрсеткен ұлт болғаннан кейін, дін бұл біздің ажырамас бөлігіміз. Біз қазақ болып құрылған кездің өзінде иманға келген, исламды ұстанатын тайпалар мен рулар бірігіп қазақ болған болатынбыз. Сондықтан бұл біздің қанымызда, тәрбиемізде тұрғандықтан, сол үлкен деріміз көрсетіп кеткендей жолдан айырылмай, осыны біздің ұлттық иммунитетіміздің ең негізгі тетіктерінің бірі деп қарайтын болсақ, ол кезде міндетті түрде біз пайдаға кенелеміз. Енді жастар деп қалдыңыз. Осы жастардың иманға келуі бір жағынан көңілге күдік ұялатқанменен, бұл көптеген біздің жоғалтқан дүниелеріміздің орнын жауып жатыр. Неге? Көптеген ата-аналар баласына руханият берейін десе, кеше кеңестік кезеңнен шыққандықтан өзінде оның тетігі жоқ. Сондықтан керісінше баласының себебінен арақ шарабын қойып жатқан ата-ана көп. Баласының себебінен ұрлығын қойып жатқан ата-ана көп. Баласының, қызының себебінен ағайын туысыменен табысып жатқан отбасылар бар. Сондықтан да жастардың имандылыққа келуі, егер оларға дұрыс бағыт бере алсақ, оларды біз әрдайым қадағалап, дер кезінде бірінші туындаған сұрағына жанашыр адамдар жауап бере алатын болса, қоғамға келер пайда өте көп. Сондықтан бірінші кезекте уағыздамасаң, уағыздаласың деген бабаларымыздың сөзі бар. Уағыздамасаң, уағыздаласың. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қазіргі уақытта мына жақында ғана Қасым-Жомарт Кемелұлы біздің бас мүфтиіміз Наурызбай Хазіретті қабылдады. Сол жерде болған әңгіменің негізіне де қарап отырсаң, әсіресе осы уағыз насихатты заманауи түрде, мына бүкіл техника мүмкіншілікті пайдалана отырып, әрбір жастың жүрегіне жеткізу, әрбір жастың өзінің атадан келатқан аманатына қиянат қылмайтындай жолда болуы, бұл аса маңызды нәрсе. Бұған енді мемлекет басшылары да, дін басқармасында отырғандары да күндіз-түні жұмыс жасап жатыр. Мен өз басымда Тәлім ТВ телеарнасын құрып, осы жастардың жүрегіне салт-дәстүріміз, ата дініміз саф алтындай бұзылмаған халде жетсе екен, ешқандай деструктивті ағымның бір әсеріне ұрынбайтындай дәрежеде жетсе екен деген жанашырлық әрекеттеміз. Мына қадір түнінің өзі соған берілген ұлы мүмкіншілік. Міне жастарымызға тілек тілейміз десек, осы қадір түнінде Алла мына жастарымызға тура жол бер, адасып кетпесін деп тілеуіміз керек. Өйткені мемлекет тарапынан өзіңіз білесіз, жусан операциясы өтті. Шетелге адасып барып қалған жастарымызды мемлекетімізге алып келді. Бұл былайша айтқанда көп мемлекеттің тәуекелі жетпей отырған бір қадам. Міне біздің мейірімділікті алдыға қойғандықтан, біз тұтастықты, бауырмалдылықты алдыға қойғандықтан, осындай операцияларда біздің елімізде, мемлекетімізде жүзеге асып жатыр. Бұл да болса, қазіргі уақытта біздің осы мына адамгершілікпенен үлкен моральды бірінші кезекке қойғандығымыз белгісі.